27 қара сөз 1894 жыл. Сократ хакімнің сөзі. Бір күні Сократ хакім бір Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай табарак ауа тағала құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй, Аристодим, ешбір адам бар ма сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты, деді. Ол айтты, толып жатыр Хазірет. Бірінің атын аташы, дейді. Гомерге бейбітшілігі себепті, Софоклге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспестік, Зевскиске суретшілігі себепті таңырқаймын, деп соған ұқсаған неше онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайып тануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма, дейді. Соңғысы лайықты, дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса, дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің, деді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін, дейді. Жә, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тахқиқ ойлап олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ал көз өзі нәзіктігінен керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болуы үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан, басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс жақсы үн, күй, ән, ешбірінен ләззаттанып хабар ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды, ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі болса да, жиіркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметтен біліп істелгендігіне дәлел емес пе? Депті. Сонда Аристодим тахқиқ ойлап, тексергенде адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне, һәм махаббатыменен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда, және не ойлайсың? Хамма мақлұқатты жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уа хамма мақлұқаттың өлімі жек көріп, тіршілікте көп қалмақшылығын тілеп, іжтихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұларының бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың бәрін жаратқанда, көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме, дейді. Ей, Аристодим, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқада ақыл жоқ деп ойлайсың, деді. Адамның денесі
өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысындай емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне һәм қандай лайықты жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтұғынын көресің. Бұлардың бәріне таңғажайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осылардың бәрі де кез келгендіктен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл есебіне, өлшеуіне ой жетпейтұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің алдына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законге қаратылып жаратылды, дейді. Ол айтты: тақиқ, бұл айтқаныңның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады, деді. Ей Аристодим, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе, деді. Аристодим айтты: ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем, деді. Жә, олай болса, хамма мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын, артын, осы күнін үшеуін де тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын, осы күнін де болдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып, тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты, һәм өзге хайуандарды қолданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бір аяғына сеніп жүр, бір өзіңдей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өзі өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркарлік, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық, шеберліктің үдесінен шығарылық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма, депті. 28-ші сөз. Ей мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе, біреу сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан
яки бұйрығынша болған іс деп. Жә, олай болса, бір Құдай тағаланы айыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір ант тұрғанға еңбексіз мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп, адал еңбек қылып, пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық та қылмай, кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып қор қылады екен. Қайда бір руы залымның денін сау қылады екен. Әке-шешесі бір-екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейішке шығарамын деп, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра, пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандылыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың айыпсыз, мінсіз, ғафур рахымдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұрт та, мүлік те бәрі Құдайдың өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді. Айыпты болады деп ойлаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың айыбы, міні жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығыменен не табады? Бәрін қылушыға қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Құдай тағала әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз деген екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жә, біз енді ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақылменен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды, оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқталмаған соң, діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық жамандықты жаратқан Құдай, бірақ қылдырған Құдай емес. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Байлықты, кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған, кедей қылған Құдай емес. Нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ. 29-шы сөз 1895 жыл. Біздің қазақтың мақалдарының көбісінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма, дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен малтап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын,
қалауын табамын деп жүріп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? 100 күн атан болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып мінбей түспей арып, шөмеңдеп, диуаналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Ата-анадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті, дейді. Ата-анасынан мал тәтті көретұғын, антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат ата-анасын малға сатпақ ең арсыздық ісі емес пе? Ата-ана шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүние жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол ата-ананы малға сатқан соң, Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек. Жалғасы болады. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар.